Жылан жылы. Қадалған жерінен қан алмай қоймайтын, қойған мақсатына қалай жетуді жақсы білетін адамдар. Бұл жылы туған жандардың мақсаты да әртүрлі болуы мүмкін. Бірі ізгі дүниелерді көздесе, бірі өзіне қастық жасағанда күйретуді мақсат етуі де ғажап емес. Олар қандай тәсіл болмасын, зардабы қандай болмасын, көздеген жүзеге асырмайтын байды. Қоғам арасында жылан жылғылар мінсіз талғамымен, өзін биік ұстаумен ерекшеленеді. Оларды туа біткен ақсүйектер деуге болады. Қай ортада болмасын, өзін жақсы көрсетуді біледі. Сондай-ақ, олар болып жатқан дүниелерді бірден аңғарып, себеп салдарында өзгелерден бұрын түсініп отырады. Айналасындағы адамдар оларды сыйлағанымен, олардан бір-екі қадам алыстау болуға және абай болуға тырысады. Жылан жылғылар бос әңгімені жақтырмайды. Өмірге деген көзқарасы өте байсалды. Өздеріне де, өзгелерге де үлкен талап қойғыш. Олар әдетте ешкімге ағынан жарылып ашыла бермейді. Ұстамды. Адамдармен сөйлесу барысында да арақашықтық сақтап, айтуға болмайтын нәрселерді мүлдем қозғамайды. Жылан жылғылардың ішіндегіні де, не ойлап тұрған сезуде өте қиын. Бұл олардың жұмбақ жан екенін аңғартады. Сырт көзге қаталдау көрінгенмен, қиын сәттерде жалғыз қалып, әлсіздігін өзінен басқа ешкімге көрсетпейді. Тіпті жылан жылғылардың ең жақын адамдары оның ішкі әлемінде не болып жатқанынан бейхабар. Олардың ең жас қасиеттерінің бірі кез келген жағдайды өзінің пайдасына шеше білуінде. Қандай жағдай болмасын, жылан жылғылар өзінің ішкі даусына, интуициясына жүгінеді. Әдетте, ішкі даусын тыңдайтын олар қателесе бермейді. Өзгелерді сендіру, көндіру жағын айтпаса да қатырады. Шаруаларын атқару барысында олар асығыстыққа жол бермейді. Дегенмен де қажетті шешімдерді жылдам әрі нақты етіп қабылдауға шамасы жетеді. Жылан жылғылар өз ортасында беделді қызметкер, сөзінде тұратын сенімді серіктес. Дәлдікті қажет ететін салаларда оларға тең келетіндер рас. Мысалы, ғылым, медицина, банк ісі, тағы да басқа салалар. Кей адамдар оларға ақша тез келеді деп ойлайды, алайда өздеріне ұнайтын әрі жақсы айлық төленетін жұмысты табу оңайға соқпайды. Темірдей мықты, өз қағидасымен жүретін, қойған мақсатына қандай жолмен болсын жетпейтін байтын, икемді жыландар осындай. Жұмыс пен ақша жағына келер болсақ, олар кәсіби мәнсаптың адамдары. Әрдайым кәсіби шеберлігін шыңдап, дегеніне жетпейтін байды. Олардың есте сақтау қабілеті өте жақсы дамыған. Олар өз құнын жақсы біледі. Ақшасы аз жұмыстарға бас қатырмайды. Өзіне қажетті соманы өзінен аямайды. Әдетте, өзінің мінсіз талғамын жақсартуға, бет әлпетіне, тіпті жейтін тамағында талғап, табысын өзінен аямайды. Жалпы, өз жайлылығын алдыңғы орынға қояды.